бірнеше рет тексергеннен кейін екі қазақстандық азаматында коронавирустық инфекция табылды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қаулысымен Қазақстанда төтенше жағдай енгізілді. Ол 16 наурыз таңғы сағат 8-ден бастап 15 сәуір таңғы 7-ге дейін күшінде болады. Бүгін түнде Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласы карантинге жабылады. Адамдардың қалаға келіп кетуі шектеледі. Еліміздегі мешіттерде жұма және 5 уақыт намаз уақытша тоқтатылады. Төтенше жағдайда тыйым салынған шаралардың бірі жиын тойлар. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған еміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргенбіз, құламаған еміз мүлдеміз. Әлі бізде алара су көп. Отандық кәсіпкерлер коронавируспен күресу үшін арнайы құрылған қорларға жаппай қомақтыға жіберіп жатыр. Көкшетауда облыстық Науан Хазірет мешітінің қыз-келіншектері бетперделерді өздері тігіп халыққа тегін сата бастады. Бұл істі мешіт жанынан ашылған Зейнеп кілем фабрикасы қолға алған. Ал өздеріңді салып қанауды қарап жатқан кезде әсіресе мұқтаж жандарға қазіргі уақыттарда қайырымдылық өте қажет. Елімізде біреуге көмектесу қол ұшын беру парыздың бірі, жаңа зекет болса ол қайырымдылық. Осы қиын қыстау кезеңде дәрігерлер мен медицина қызметкерлеріне үлкен жауапкершілік артылып отыр. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Твиттердегі парақшасында оларға аңқаландыру қажеттігін жазды. Коронавирусты анықтау, науқастарды емдеу және вирустың одан әрі таралмау үшін аянбай еңбек етіп жатқан дәрігерлерге алғыс айтады. Үкімет осындай қызметкерлерге сыйақы беру шараларын алғыстайды деп жазды мемлекет басшысы. Бүкіл халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға шақырамын. Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп сенемін. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз біргеміз.